Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күз мезгілінің ең басты өнімі асқабақтан суп-пюре жасайтын боламын. Ол үшін алдымен бір биязымызды уақтап турап шығамыз. Биязымызды майда қуырып аламыз. Асқабақ пен картоплымызды ірілеу етіп турап шығамыз. Мен алдын ала турап алдым. Осыны жаңаға қуырылған бияздың үстіне саламыз. Үстіне тұз салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне салқын су құйып, асқабағымыз, картоплымыз батып тұру қажет. Бетін жауып 20-25 минут пісіреміз. Бізде асқабағымыз пен картоплымыз толықтай пісті. Енді крем суп-пюре дайын болу үшін блендермен жақсылап езіп аламыз. Бізде крем тәріздес болуы қажет. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, фтор, марганец, йод, магний деген көптеген элементтер жеткілікті. Сондықтан асқабақты көбірек пайдалануға тырысыңыздар. Бізде суп-пюреміз дайын. Дәнектермен кілеге қоссаңыз болады. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.